Привет, Қыздарка, қалайсыңдар, қалай жағдайларың? С праздником, короче, всем желаю счастья. Барлық жақсылықты тілеймін, рахмет. Кстати, капец, өзім қатты қысылып отқан ғой, блин, не істеймін деп қарасам, рас каспиге ақша түскен ғой. Замза, рахмет подарканы, 10 мың теңге салып жіберіпсің ғой. Не қуанып кеткенсің ғой. Рахмет, күшті қалды подарканы. Қалайсың, Оля? Ой, жаным сол, алдың ба? Бұйырсын. Жаным сол, әйтеуір, өзіңе бір керек затты аларсың, жаным сол, Оның көңіл ғой, қысқа, сыйласаң не дейді, жүрегің кеңейеді деп сол сыйлап жатқаным ғой. Қыздар, қалайсыңдар, қалай жағдайларың? Замза, рахмет сыйлығыңа. 10 мың теңге салып жіберіпсің ғой. Подарка алды, духи алам, рахмет. Мерекелеріңмен өздерінің де. Бауырыңнан алған сыйлық бәрібір басқа болады екен. Қуанып қалдым, рахмет. Не істеп жатсыңдар? Ойбай, мант істеп отырмын. Сендер қайта көріпсіңдер, қысқа. Ана Лейла әлі көрмепті. Оған 10 мың теңге ақша емес қой. Ол бір 10 теңге ма, бір 10 теңге салған сияқты көретін шығар енді, мейлі. Көреді, Лейла қолы босамай айтқан ғой. Ойбай, Лейлаға деген балдары путевка сыйлады ғой 8 мартыңызға деп. Сөйтіп еді, Лейла мен Сәкен жерде екі мамашқысын алып кетті ғой. Олар тағы ары қарай Дубайға ма, мамашқаларға билет алды демалысқа. Сонымен Сәкеннің мама папасы бар, біздің мама папым бар. Путевка сыйлады. Енді көшеге шықсаң деген, ойба, ақша деген мусорда жатыр ғой. Мусорда деген ақша мынадан жатыр. Жатқан ақша, қырғын ақшалар жатыр ғой. Ойбай, мына жерде 10 мың, мына жерде 5 мың, жоқ дегенде 3 мың, ана жерде 20 мың, 25 мыңдар жатыр ғой, не деген. Капец, Замза, мусорда ақша жатыр дейсің ба? Капец, қай жер ол, айтса мен барайық. Қандай ақшалар ол шашылып жатыр? Прям мусорда ақша шашылып жатыр ма? Ойбай, гүл ғой, гүлдер да, гүлдер. Солып қалған. Іліп жүріп жатыр қысқа. Соның орнына керек нәрсе алмай ма деп. Алдыңғы жыл айтқан ғой мен соны. Бұдан ол гүл берген жыл гүл солақтап қалады. Құдай, мусорға кеткен ақша, оның орнына бір енді пайдалы нәрсе берсе болады ғой деп намектаған ғой қысқа. Сөйтсем намекті түсінбейді ғой бұл мақалалар, намекті түсінбейді. Ой, атам шашлик істеді, енем екеумізге құрметтеріңе деп шашлик істеген. Сөйтсек, Ерлан да жұмыстан келіп, бір кафеге алып барайын сені, жүр кафеге деген ғой. Оған мен айттым, мен қалай шығып кетем, қойшы, мамамды алып шығайық деген ғой. Сөйтіп, мама екеуміз баратын болдық. Сөйтіп, мама екеуміз, мамам деген білесің ғой, өзі жүрмейді. Одан Шолпанды ертіп алам деді, өзімнің қызым. Шолпанмен бірге барам деп. Енді Шолпан бұрылғасын, ар жағынан 3 баланы қалай тастап кетем? Сонымен қой, олар жүрмесе бір жағынан өзіңнің де тамағынан өтпейді екен. Байғыз, бала-шағаны тастап бара алмаймыз ғой. Сонымен енді папаны қалай тастап кетеміз? Сонымен семейне барып, бір жерге барып отырып, сөйтіп қайттық, күшті болды. Күшті екенсіңдер қайта. Ана базарда қатындар болып кеше 7 күні кешке вечер жасаймыз деп отырамыз деген. Қасқа ғалымжа мен де барам дейді ғой. Мен де барам дейді. Ай, клиент қатындар отырамыз ғой. Не қыласың клиент қатын отырамыз десем, мен де барам не дейді жаңағы Құдай, сен ішесің бәрі, масып қаласың, сені алып келем дейді ғой. Ай, сен отырсаң қайтып отырасың, ана артымызға біз тығып отырады ғой. Босай, фифа, әлі отырсың, босайды. 10 рет кіреді ғой, 3 сағат отырсаң, 3 сағаттың ішінде Құдай, 30 рет кіреді ғой, отырған құрлы болмайды. Ай, қалжан айлайын десем, қалмайды, мен де барам, сені апарам, сені әкелем дейді ғой, сылтау әлі. Қасқай, содан, ал мақұл шал десең, ақкөлік берем дейді ғой. О, қасқай, міне ал деп зорға тапсам, мынаның неғыл дейді Құдай, мойнын жумайсың ба, мынау сап-сары бір шірбәле дейді. Ай, айналайын, бұның жағасы деген уже сап-сары болып іліп шығып кеткен жуа бергеннен қасқай, бір жаққа шығатын кезде, мойныңды жу дедім, мойныңды жуса сен. Десем, бітті ғой. Сонымен фа, екеуміз қырылдық та қалдық. Пешір де жоқ, подарка да жоқ. Сонымен күтсек, бала-шағамның ап деген подаркасы қысқа, ойбай, қазір деген күшті, міне шляпа баста. Мына екі құлақты сыңғырлаған сырға, міне, мынандай подарка алып отыр мысал, нервымды ойнап. Что сырға сыйлады ма, шляпмен, молодец. Енді тағып жүр, что сырға сыйласа, молодец қаққаты. Тағып жүр жоғытты алмай. Бір жерің гүлдеп бар емес па, біреуге подарка ломбардқа өткізіп жібермей, тағы енді бұйырсын. Ай, пайдалы дегеннен адамға бір көйлек, ең болмаса бір жаңа, немене Құдай, сырға бірдеңе әпереді ғой. Ай, бұлар бар ғой, мен ана живой гүл жақсы көретінді білмейді ғой, горшоктағы гүл әперсе болады ғой. Горшоктағы гүл жақсы көремін ғой. Сондай әкелсін деп намек қылып айтқанмын ғой. Қасқа келіп жатыр. Сөйтсем мынау мантабар қап келген, мантабар қап кетті. Сыйлығы сол. Ұрып өлтіріңдер. Неғылма тиме ұржанды. Намекті түсінбейді, неғылмын? Өздеріне керек қой, мантабар маған керек па? Өздеріне керек нәрсе кетті, лишь маған керек нәрсе келсе болады ғой қасқа. Өздері қарны ашқасын. Сонымен жеңдердім, апам мен көкемді шақырған. Сөйтіп маған түтіп отырмын. Сөйтіп, ойбай, Ерлан бір торт алып келген, коллективі бір торт беріп жіберіпті, көршілер торт алып келді, атам гүл әкелді, үй деген гүлмен тортқа толды. Ой, сендер де торт пен гүлге қарқ болып жатқан шығарсыңдар.
Ой, айтпа, бізде де гүл алдық деген жетеді. Бір-біріне гүл болып жатыр, ойбай. Бері торттың түр-түрі ғой, қысқай торт деген көгеріп шіріп жатыр қысқа. Ойбай, күшті ғой, Самса, күшті ғой. Әй, торт деген қалмайды ғой, шіріп аттық деген не ол? Базарға алып барса, ертең базардағы әйелдермен шай ішіңдер. Ой, қысқай, ненің гүлі, ненің торты, шынымен торт кеп дейсің бе? Әйні, ватсаптан келген тортты айтып жатырмын. Ватсаптан келген тортқа кекіріп, шай ішіп, қысқай. Ана ватсаптан келген гүлдерді қалай, жаңа барып қалай қарайын, қысқай деп солдырып алмайын деп суға салып отырмын бір-біріне гүлді. Қыздар, қалайсыңдар, қалай жағдайлар? Мейрамдармен, я Замса алдым ғой сыйлығыңды, алдым, рахмет. Сенің берген ақшаң миллион теңгемен бірдей. Маған өзіме арнай керек сатымды сен атыңнан аламын. Берген ақшаңа духи алар. Сәкен сол мамашкаларды алып кетті. Тамақтандыруға бір жерге, балдар шомылып, күшті демалыс болып жатыр я. Замса, бала шағыңа ренжіп қоясың, сен өзің мамашкаға бірдеңе сыйладың ба? 8 мартқа не сыйладың? Мамаңа бердің ба өзің? Баласы болып бірдеңе? Лейла, не боқтал? Тілеу отырмыз ғой деп, қысқай тілеу отырмыз шешеміздің. Әйтеу бермесек те бергіміз келеді енді. Жаным, мама, өзім берем, сыйлығым бар, атап қойған. Жақсы өтті енді. Сен ғой ақылды, сен ғой саған жету қайда Лейла? Бақыл бопты қош айналайын. Енді сен сияқты, миымызбен сен сияқты байымыз жоқ қайтеміз енді. Сен ақылдысың ғой, қалғанымыз ақымақпыз сол, қош айналайын. Гүлдердей ажары Гүл әпше, бақытты бол жүр әпше, ты красавица.